Мұқағали Мақатаев, шынайы поэзия өкілі, ғажайып ақындардың бірі Мұқағали Мақатаев. Қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданындағы Қаракөз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келген Мұқағали өлеңді 10-11 жасынан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері аудандық газетте жарық көрген. Мұқағали шығармалары 1960-1970 жылдары үздіксіз басылды. Бұл жылдарда ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген уақыты деп санауға болады. Ауыл орта мектебін 1948 жылы бітіріп, өз ауылында комсомол кеңес қызметтерінде болған. Кейін аудандық газетте әдеби қызметкер, Қазақ әдебиеті газетінде Жұлдыз журналында поэзия бөлімін басқарған. Қазақстан Жазушылар одағында поэзия секциясында әдеби кеңесші қызметін атқарған. Мұқағали Мақатаев қаламымен қарлығашым келдім бе, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым мен, өмір дастан, тағы басқа жыр жинақтары туған. 1976 жылы қайтыс болған соң Мұқағалидың екінші өмірі, өлмес өмірі басталды. Ақынның артынан қалған мол мұрасы соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек, өмір өзен, тағы басқа жыр кітаптары, қош махаббат атты прозалық кітабы оқырманның қолдан қолға түспей іздеп жүріп оқитын шығармаларына айналды. Өмірді сүюдің ғажайып үлгісін көрсеткен ақын Мұқағали жан азасы поэмасында өмір туралы кемін туғызды. Аққулар ұйықтағанда поэмасында ел намысын, сенімін, қастерлеу, сұлулық үдестігін жыр етсе, Райымбек дастанында ел тарихын, ел басына қатер төнгенде қолына ту алып жауына қарсы аттанған Райымбек Хангелдіұлының ерлігін көрсетті. Мұқағали Мақатаевтың «Сынауға тіптен құмар кім» деген өлеңі. Сынауға тіптен құмар кім көрінген, әйтеуір күні тауып бір жерінен, сырласып отырамын ондайда мен, мазасыз күндеріммен, түндеріммен. Айтса айтсын айбымды бетке қарап, қайтемін қаламымды кеттем алап, арам шөптің орнынан гүлді қырап, әйтеуір көргенім жоқ кетпен алып. Басымнан кемшіліктер өткені анық, несіне өкпелеймін көпкен алып, ащы жырым құйылса өтке барып, ашырқанып алайда сөкпе халық.